Бүгінгі видеода беттегі әжімді, қара дақты және бетті тегістейтін әдісті айтатын боламын. Видеоны мұқият соңына дейін қараңыз. Ол үшін бізге кәдімгі қарапайым күріш керек. Күрішті бір стакан аласыз, бір кесе алуға болады, немесе жарты кесе аласыз да оны үстіне су құясыз. Кесені толтырғанша су құясыз. Суды толықтай құйып қоясыз. Жылы су құясыз. Сосын оны алып холодильникке саласыз. Холодильникке түнде салып қойсаңыз, таңертең жағасыз. Егер таңертең салсаңыз, онда түнде жағасыз. Кешкісін бір аласыз холодильникке. Бұл лайфхак, бұл әдісті бірнеше рет қолдануға болады. Күріштің суы, яғни күріштің суы бетті тегістейді, бетті тазартады, ағартады және де беттегі әжімді кетіреді. Сіздің бетіңізді балғын етіп сақтауға көмектеседі. Бұл өте қарапайым лайфхак, күнде істесеңіздер де болады. Өте пайдалы бетке деген. Осындай пайдалы ақпаратпен бөліскенім үшін сіздерден тек қана лайк, подписка күтемін. Және де комментарияға өз ойларыңызды жазып кетсеңіздер болады. Бұл әдісті, бұл күріштің суын дайындап алып, таңертең кешкісіне 2 мезгіл жағасыз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, қазақ елі аман болсын, сау болыңыздар.